Негізінде қыз жасауына ертеректе жаңағы мал менен берген ғой. Ал қазіргі таңда барлық нәрсені беріп жатыр. Негізі қыз жасауына жүк аяқтауменен 4 көрпе, 4 көрпешесін берген болады. Ыдыс аяғын бір сыйра. Бұл жерде қызға қазан берілмеген. Өйткені қазан үйдің ырысқысы берекесі суда. Сондықтан да қазан берілмеген. Сосын пышақ берілмеген. Атадан балаға мирас болып кеткен дәстүрімізде бұл берілмеген. Қазіргі соңғы кезде бұларды беріп жатыр. Біреу білгені бар, білбегені бар. Осы 2 жас бақытты болсын деп жатыр. Негізінде берілмеу керек. Сатып алды деп, әпкелгеннен сатып алады екен деген ырымы да бар. Бірақ негізі берілмеген нәрсе бұл. Сатып алу деген нәрсе ырым кейіннен шыққан нәрсе. Мен айтар едім, тағы да осы қыздың жасауына қазір 5 көрпе, 5 көрпеше, жаңағы құдағи не деп беріп жатыр ғой. Менің есімде уже әжем айтатын, мамама 2 балалы, 3 балалы болғаннан кейін артынан келді. Төсек орны 2 жүк аяғыменен. Сонда үйге келген кезде ішінен 1 көрпені жаңағы үйдің құдалары болады ғой, енесі болады, соларға беретін. Оғылға жерде соған жаңағы ата енесін жаңа аунататын. Бұл жердегі аунататын нәрсе осы енесіне өні өссін, бала шағалы болсын деген ырымменен жасайды. Ал қазіргі таңда енді заман талабы бола ма, жоқ әлде бір-біріменен қалай десем екен, бір-біріменен асып түсеміз дей ма, керегі де керек емесі де кетіп жатыр. Бірі машина беріп жатыр, бірі үй беріп жатыр. Негізі қыз балаға мүмкіндігінше үй нәрсе бермеу керек. Машина да бермеу керек. Өйткені олар 2 жас бір-біріменен өз бейнетімен табу керек. Қыз балаға берілген бұрын енді айтып отыр ғой, атасынан келген жаңағы қолдан жасалған зергер бұйымдар, зергер нелер, білезіктер, өйткені әрбір несі арнайлап істеткен. Мынау менің қызым тұрмысқа шыққанда тұмар қылып жасатқан білезік, қос білезік берген, өзі тұрмысқа шыққан деп шашбау берген, істеп отқан ше. Олардың егер оның өзі жасамаған күнде де малға айырбастап арнайы жасатқан, арнайы сатып алған. Қазір бізде өзі үйде беріп жатыр, машинада қыздың жасау тімбелі керемет. Жаңағы бұл пайдаға аса ма, аспай ма? Мен айтар ем, қазір көп не қылмайық. Сол 4 көрпе, 5 көрпе, 5 көрпеше, же болмаса 7 көрпе, 7 көрпеше, 9 көрпе, 9 көрпеше беріп, ыдыс аяғын 1 сыйра ғана беріп, қалғанын осы 2 жасқа тапсыру керек деп ойлаймын. Өйткені 2 жас біріксе, әрі қарай өздерінің жаңағы бейнетпен келген бағалай біледі. Қазіргі жастардың беріп жатыр, бағалағандар аз деп айтар ем. Өйткені оны көзбен көріп жатыр. Мен өзім қызым тұрмысқа шықты, артық ештеңе бергенім жоқ. 7 көрпеше 7 көрпе бердім. Қазірге дейін тұрмысқа шыққанына 13 жыл болды ма? 13 жыл болды, 2011-де кетті, 13 жылдан асып кетті. Сол көрпем сол күйінше тұр. Алғашқы шыққан көрпелердің бәрі орында тұрады. Заман талабы кетіп жатқан сайын жаңағы жылтыраққа құмар ғой біздің қазақ. Жылтырап тұрса әдемі болады, жылтырап тұрса басқа болады деген сеп. Мүмкіндігінше сол сапалы әрі төзімді беру керек деп айтар ем.